Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 22-ші сабақ 12-ші жаттығу өлеңді мұқият тыңда. Жақсы мен жаман. Жақсы деген немене? Әдеппенен өнеге. Үлкендерді сыйлауың, ақыл сөзін тыңдауың. Жаман деген немене? Жаман деген жақсы емес, жей қоятын тәтті емес. Жақсы істерді көрмеуің, кішіге көмек бермеуің. Енді балалар, осы өлең бойынша төменде берілген тапсырмаларды келесі бетте орындайтын боламыз. Өлең не туралы? Өлең мазмұнын өз сөзіңмен айтып бер. Бұл өлеңде ақын жақсы мен жаманның айырмашылығын көрсетеді. Жақсы адам үлкенді сыйлап, ақылын тыңдайды, өзгеге көмектеседі. Ал жаман адам жақсы істі бағаламайды, кішілерге қол ұшын бермейді. Өлеңді топтық талқылау. Меніңше, үлкендерді сыйлау ең жақсы қасиет. Әрине, кішілерге көмектесу жақсылықтың белгісі. Шынында да жақсы іс ешқашан елеусіз қалмайды. Қысқасы, жамандықтан қашып, жақсылыққа ұмтылуымыз керек. Келесі тапсырма өлең мазмұнын ашатын мақал. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын. Жаманнан жирен, жақсыдан жирен деген мақалдар өлеңнің мазмұнына сай келеді деп ойлаймын. 13-ші жаттығу мақалды жатқа жаз. Жақсы сөз сүйіндіреді, жаман сөз күйіндіреді. 14-ші жаттығу сөйлемдерге тиісті тыныс белгіні қойып көшіріп жаз. Ол шынында да жақсы бала. Рас, ол өте көп біледі. Бұл тапсырманы орындамағансың-ау сірә. Қандай тыныс белгісін қойдың? Неліктен? Балалар, бұл жерге біз үтір қойдық, себебі қыстырма сөздер бұлар сөйлемнің негізгі мүшесі бола алмайды, сондықтан да олар үтір арқылы бөлінеді. Ойыңды дәлелдеуді үйрен. Бұл қыстырма сөз, өйткені ол сөйлемдегі ойға қатысты сөйлеушінің көзқарасын білдіреді. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басамыз, және де келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде осы каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.